Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен школьный влог түсіретін боламын. Және де видеода мен келген қызықты деген сәттерді көрсететін боламын. Бұл видеоны түсіріп жатқан уақыт 7:45 және біз осылай әлі сабақ басталғанға дейін ерте келіп алғанда осылай музыка тыңдап, солай өзіміз отырамыз. Ассалаумалейкум десей. Как мне окутать? Не Поехали. Давай, подраком сфоткай, бить трек. Киза, смотри. Киза. Привет. Алихан. Ой, бля. Бізде дәл қазір. Ағаш әскери дайындық. Біз енді әскерилерміз. Біздің Әли. Красный класс. Да, өзі көп алады екен. Өзіне көп алады екен. В общем, біз дәл қазір далада жүрміз. Себебі қазір күн жылы, пока что енді далада болады. Қазір бізде физика сабағы болады, және де біз одан екі топқа бөлініп оқимыз. Бізге берген есептерді Әсел екеуміз талқылап салыстырып жатырмыз. Қай нұсқа? Emre Hoca, yaz öğretmenimiz, Layla Goş'un yapıyorsun. Nasıl korkunç bir mecbur? Bir spesifik parayla teşekkür ederiz. Барлықтарыңызға тағы да сәлем достар. Қазір сыныппен Оян қазақ деген өте сондай патриоттық киноға барып жатырмыз. Ал менің досым Айдидар. В общем, естіп өзіміздің перепустарымызды алып алдым. Бізде кино бітті. Кино жалпы қалай болды? Сен үшін? Мен әлі ойланып келген жоқ. Қазір маған да өте қатты ұнады, өте сондай бір көңілге ой салатын кино, өте тарихи кино. Мені жатқан бөлімі ол қарным ашты. Иә. Сол кездегі қазақ халқының басына өткен қиыншылықтарды керемет кадрлармен жеткізе білген. Жалпы бұл киноны көруге барлықтарыңызға ұсынамын. Мадина екеуміз. Қыздар мынау болса біздің қыздар. Ағарке, Жере, сіздерге кино ұнады ма? Иә. Нұсқа да нұсқа. Сөз айтып отырсың. Енді бұл фильмді Асықпай отырып, ұмытып алу керек деп ойлаймын. Еще бір топта отыру керексің, жалғыз өзің отырып ойлану керексің. Иә. сонда ғана миға қонады деп ойлаймын. Сен не ойлайсың? Мен негізі ойлаймын, бұл киноны негізі
сол кадрлар арқылы негізі түсінуге болады. Дегенмен Мадина дұрыс айтады, бұның бәрін ойлану үшін негізі уақыт керек. Сол көрген жаңағы кинодан алған жаңа нәрселерді біле отырып, біз оны болашақта өзіміздің білімімізді көрсету кезінде қолдана аламыз деп ойлаймын. Менің ойымша, менің ойымша, фильмді көріп, просто түсінген ол жеткіліксіз. Оны ойлап, ары қарай дамыту керексің, миына қалдыру керексің, ары қарай дамыту керексің. Сонда ғана өзің қадамға кетеді деп ойлаймын. Қанша салсақ? Тегін тексереді екен просто. Бесплатная проверка. О, Мадина. Иә, фотоға түсірейін бе? Просто біз қозғалып келе жатырмыз, фотоға нормально шықпайды. Тоқтап тұрайық па? Қазір физика сабағы болып жатыр. Интеллектуал. Кейін Ақниеттің оны ұрпақтары көреді. Қандай Апамыз осындай болыпты демес. Тәртіп ала алмайды. Достармен былай тәртіпті білмейді. Просто мен андай қуып кететіндер. Иә, болып тұрады, болып. Бәрі сондай емес, көп болады. Иә. Айналам, қарап, өскенде. Дайсыппен шығара аласыңдар ма десең, иә? Жас кесектер екен негізі. Мына жақтағылар нормально. Бір, екі, үш қой, қиын. И так, осы вообще. Ей, мынаның үші жоқ қой, басы жоқ қой. Сен қайдасың? Ей, бұда несі жоқ деймін. Тоқта, Рома кіргізі. Аш жолды. Жоқ, кіргізбе. А ол жұтпа. Тез. Көрме, болды що. Аш. Ей, өлеген қылдаршы. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Солай өзі жауап алған. Және де ол Моғолстан, Ағырда, Алтынорда жерлерінде басып алуға тырысқан. Және де осы Моғолстан, Ағырда жерлерін жауап алу үшін ол қожаның ұлы Тоқтамысты пайдаланады. Тіпті оны әскермен қамтамасыз етіп, оны Дешті Қыпшақ жерінің жаңағы билеушісі болып солай орнатады. Және де 1374-76 жылдары сол Ағырда Моғолстан жеріне үш рет солай Тоқтамыс аттанады. Және Әмір Темір өзі Алтынордаға да солай үш рет жорық жасаған. Және сол үшінші жорығынан ол Алтынорданы басып алады, сөйтіп ол оңтүстік орыс елдерін, Қазақстанның кейбір бөліктерін сөйтіп басып алады. Бірақ та ол содан кейін ол сонымен қатар өзі Түркістан жерінде Қожа Ахмет
жасау кесенесін салуда да өз үлесін қосқан, яғни кесенені сол салдыртып тұрғызған. 20 ғасырдың 40 жылдары негізгі тұрғызған өз жерлерін, жаңа балаларына өлтірген, жауап алған жерлерін, және де оның жаңағы Шағатай деген баласын, яғни Шағатай осы X минус P бөлінген алғашқы тақтаға қарашы, иә? Мен мына екі шешімді біріктірсем. Мына минус 4-тен P-мен 40-тен P-дағы бұның аралық болды бізде, иә? 4-тен P-мен минус 4-тен P-дің арасы болып тұр, дұрыс па? Ал мына 3-тен 2-мен 3-тен 2 P-мен Bizim жатырғандырсызге назарларыңызға ұсынамыз. оқып беру ма? Менің абыройым мақтан. Тоймен емес, абыроймен ақтым. Дабылдасам абыройсыз арман жолын таптығым. Сезің асқағыраны, сезің менің қасіретім шаптым. Даралық бар, даналық бар затында, болатын тек батырларды артында. Өлең жазсам сезің өмір баяным, сезің менің комедиямда артында. Тербетер дастан бар-ау, менің мынау өмірге құштарлығым сені жақсы көруден басталған-ау. Кешірмесін, жаттылықпен жаныңды жараласам, бар сырымды күмәнсіз саған ашам. Мен еркезіп кетермін отансыздай, үмітіңді ақтау жарамасам. Осымен достар, мектептегі 2 күннен құралған влог тамам. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Ендеше сау болыңыздар.